Сәлем достар, бүгін біз шапка тоқимыз. Обычная шапка, өте оңай тоқылады. Керек бізге жіп. Мен бүгін Этрофил деген пряжа алдым. Бұл пряжа турецкая, түріктердікі, бірақ итальянский технологиямен жасалған. Бұл жерде составы жіп өте жақсы, мындай жұмсақ, ешқандай дискомфорт бермейді. 100 граммда 100 метр, 50% акрил, 25% альпака и 25% мериносовая шерсть. Керек рекомендуемый спицы бізде 5 пен 6-ның аралығы. Мен 5-ті алдым. Себебі мен бос тоқимын. Сол үшін мен 5-ті алдым. И крючок номер 5 деп тұр. Бізге керегі тек қана осы. Пятерка. И мен мында пятерка алдым, сороковка. Кішкентай қысқасын, осындай без шва. Ешқандай тігудің ештеңені қажет етпейтін оңай тоқылатын шапка. Тек қана қолыңыздың икемі болса болды. Так, бастайық. Жіпті аларда мынаны көтчіктен алмаймыз. Ортасынан аламыз мына жерден. Сол кезде сіздің матоғыңыз айналмайды. Көрдіңіз, кончик уже шығып тұр. Шығарып аламыз. Бұл жерде мында жазылған екен 10 сантиметр квадратта 10 петля и 10 ряд. То есть 1 сантиметрде 1 петля бізде болады. Бізде стандартный, мен стандартный размерге тоқимын 56-57. Так, бізге енді 55 петля алып алу керек, қарапайым тәсілмен. Матоктан шыққан жіпті мына указательный, мына сұқ-саусаққа ораймыз. Бас бармақпен кончикті ораймыз. Мына жерге үстінен кіргізіп, мынау 1 деп саналады. Бас бармақтың ішінен алып, сұқ саусақтағы жіпті шығарамыз да жібереміз. Бұл қарапайым тәсіл. Осында қарапайым тәсілмен біз 55 ілмек алып аламыз. Так, менде соңғы петля, санап шығайын. Елу 5 петля алып алдым. Негізі бізге 54 петля керек. Мен 55 алдым, себебі 1 петля бізді мына замыкание в круг дейді, соған керек болады. Енді біз мына қолмен алдық қой жаңа. Енді алмастырамыз. Алмастырып аламыз да. Қарап шығамыз. Петлямыздың бәрі бір жаққа қарап тұру керек, айналып кетпеу керек. Қаратып алдық. Енді жаңағы артық алған 1 петляны біз сол петля арқылы мына біздің шеңберімізді жабамыз. Бірінші петляны алып кигіземіз. Сол жақтағы неге бізге, оң жақтағы бізбен жаңағы шығарған спицаның, петляның үстінен өткізіп былай шығарамыз. Міне. Жіпті тартамыз. Болды, ары қарай тоқи береміз. Петлямызды дайындап алдық. Енді біз 1-1 резинкасын тоқимыз. Бұл жерде бір нюанс бар, соны ұмытпаңыздар. Бірінші лицевая оң петляны тоқимыз. Арт жақтан алмаймыз, алдыңғы жақтан. Мына мысалы, мына петляда біздің ілмекте артқы жағы бар, алды жағы бар. Бұл в круговую деген тоқылған шеңбер ретінде тоқылғандықтан
біз артқы жақтан алмаймыз, біз алдыңғы первая стенка дейді ғой, передняя стенка, сол жерден аламыз. Бірінші петля лицевой, ал екінші жаңағы изнаночныйды біз изнаночный мына жерден алмаймыз, бірінші алдыңғы стенкасынан, артыңғы стенкасынан аламыз. Бірінші кішкене қиындау болады. Сол кезде біз жаңағы отворот жасаған кезде біздің петляларымыз, лицевой петляларымыз идеальный болады. Лицевой за заднюю стенку. Задняя стенка, за заднюю стенку аламыз. Осылай алып шығамыз. Лицевой. Лицевая за переднюю стенку. Алдыңғы жақтан, изнаночный артыңғы жақтан аламыз. Сол кезде біздің тоқ шапкамыздың резинкасы идеальный болады. Оң жақтан да, теріс жақтан да идеальный болады. Осылай жалғастыра береміз. Ары қарай жалғастырамыз. Мына бірінші рядтың соңына кеп қалдық. Мына лицевой, изнаночныйды арғы жақтан аламыз. Петляның арғы стенкасынан, лицевойды бергі стенкасынан аламыз. Осылай алмастырып тоқимыз. Шатас кетпеңіздер. Өте мұқият қарап отырыңыздар. Петляларыңыз ауысып кетпесін. Лицевой, изнаночный деп алмастырып тоқып отырамыз. Мен бірінші рядты бітірдім. Лицевой. Так, мынау изнаночный. И лицевой. Осылай ары қарай ешқандай бұл жерде еш нәрсе өзгермейді. Біз керек ұзындығымызға дейін өстіп тоқып шығамыз. Примерно ұзындығы 30 сантиметрге дейін болса болады. Бізге жаңағы с отворотом жасаймыз ғой шапка. Сол шапка с отворотом болу үшін бізге 30 сантиметрден кейін біз убавка жасаймыз. Енді өзіміз самостоятельно тоқып шығайық. Тоқылу бір қалыпты, ешқандай өзгеріс жоқ. 30 сантиметр труба тоқып шығамыз. Қазір мынанша тоқыдым. Примерно 28 сантиметр болып шықты. Ровно 28 сантиметр. Қазір 2 сантиметр тоқып шығамын. 2 сантиметріміз ол примерно біздің 4 ряд. 4 ряд тоқып шығамыз. Мынау біздің начало ряды. Егер шатасып кетем десеңіздер, мына жерге бір маркер ма бір нәрсе қойып қойсаңыз болады. Түйрегіш, булавка, стикер
қойсаңыз болады, сол кезде шатаспайсыз. Негізі мынау начало ряда. Қазір осы жерге дейін тоқ көрдіңіз ба? Мен жаңағы айтқан методпен тоқысаңыздар, сіздің оң жағыңызда, теріс жағыңызда бірдей болады. Отворот болмайды. Отворот жасаған кезде мындай қате болмайды да. Сол кезде мындай отличие, ешқандай айырмашылығы болмайды. Как будто бұл бір полотно сияқты болып тұрады. Тағы да қазір мен 4 ряд тоқимын. Содан кейін біз макушкасына кірісеміз. Мына көрдіңіз ба? Изнаночный петляны, мына изнаночный петляны мен мына жерден алмаймын, алдыңғы артқы жағынан алам. Көрдіңіз ба? Ал лицевойды алдыңғы жағынан алам. Тағы да көрсетіп жіберейін. Мына изнаночный ряд артқы жақтан алам. Көрдіңіз ба? Артқы жақтың петлясынан алам. А лицевойды алдыңғы жақтан алам. Артқы жақтан алам. Төрт ряд тоқып шығайын, содан кейін макушканы жабуға кірісеміз. 30 сантиметрмен тоқып болдым. Бұл менде қанша ряд болды, санап шығайық. 52 ряд менде шықты. Бұл жер 30 сантиметр. Енді біз макушкасын жабуға кірісеміз. Макушкасын қалай жабамыз? Макушкасын біз барлық петляларды лицевой қыламыз, оң қыламыз. То есть бізде қазір мында оң теріс кеп келеді. Біз осының бәрін екегіден қысқартамыз. Бәрін лицевой қыламыз. Мына жерде изнаночный петля тұр. Лицевойды алып асты жағынан кіреміз де и осын тоқимыз. Көрдіңіз бе, мынау лицевой болып түседі. Әр петляны өстіп тоқып шығамыз. Сонда біздің петляларымыздың, ілмектеріміздің саны 2 есе қысқарады. 2 есе қысқарып болғаннан кейін біз бір ряд емес, 3 ряд ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз. Үш ряд тоқып болғаннан кейін екінші рет қысқартамыз петляларымыздың санын. Мысалы, қазір бізде 56 болса, 56-ны 2-ге бөлген кезде бізде 28 петля болады. 28-ді өзгеріссіз 3 рет тоқып шығамыз. 3-ші рядтан кейін 28 петляны қысқартамыз тура осылай 2-2-ден. Ол бізде екінші этап қысқартылған болады. Тағы да бір 2 ряд тоқимыз. 28 петляны 2-ге қысқартқан кезде у нас 14 қалады. 14 петляны тағы да бір 2 ряд тоқимыз да 3-ші этап қысқартамыз. Сонда бізде 7 петля қалған кезде біз жабамыз. Макушкада сол 10-нан аспау керек петля. Себебі 10-нан асып кетсе, бізде мына макушкада мына жерде үлкен дырка болып қалады да, бұл жабылмай қалады. Көрдіңіз бе, мынандай макушкасын постепенно убавка жасап біз жабамыз. Так, бізде мынау қазір бірінші этап. Макушканы жабудың бірінші этабы болып жатыр. Мен бірінші резинкамызды бәрін лицевой қылып тоқып жатырмын. Обязательно болған мұқият болыңыздар, сіздің петляларыңыз айналып кетпеуі тиіс. Лицевойды міне астынан аласыздар. Бірінші жақтан мына изнаночны бірге қосып аласыздар. Сол кезде біздің петляларымыз ешқандай өзгеріссіз осылай ровно жатады. Тағы да қайталап кетемін. Өсіп қысқартқаннан кейін өзгеріссіз тағы да 3 ряд тоқимыз. 4-ші рядта тағы да қысқартамыз. Қысқарт болғаннан кейін сол қалған 14 петляны без изменений тағы да тоқимыз. 2 ряд жеткілікті болады. Содан кейін 3-ші мәрте тағы да қысқартамыз. Міне мен соңғы петляға келіп қалдым. 2 петля қалды.
міне соңғы. Егер сізге өстіп тоқыған жапқан кезде мынау керіледі. Себебі петлямыздың саны көрдіңіз азаяды ғой. Азайған кезде мына біздің немізге симайды бұлар, керіледі. Егер сізге ыңғайлы болмаса, чулочный спица алсаңыздар болады. Мынандай чулочный спицамен жапсаңыздар болады макушкасын, егер сізге ыңғайсыз болса. Кәдімгі бұрында носки тоқушы едік қой, осындай. Тура осы спицаның размерімен келтіріп аласыз да, и сонымен жабасыздар. Так, бірінші этап біз қысқарттық. Енді осы лицевойдың бәрін 3 қатар тоқып шығамыз, ешқандай өзгеріссіз. Бірінші қатар, екінші қатар деп өзгеріссіз тоқып шығамыз. Егер мына шапқаңыз ұзын болып, ыңғайсыз болып тұрса, былай оны жасап қоямыз. Бір ряд тоқып аламыз. Біз бірінші этап қысқарт болдық. Енді осы рядты тоқып шығамызды, тағы да 2 ряд ешқандай өзгеріссіз тоқып шығамыз. Сол кезде бізде андай плавно не болады. Сразу қысқартқан әдемі болмай қалады мындай. Сол үшін бізге плавно переход жасау керек та, убавкамен. Көрдіңіз бе, мынау қазір керіліп тұр. Несі прям келмей. Сол кезде сізге егер қатты ыңғайсыз болса, чулочный спицамен өстіп шықсаңыз болады. Бөліп алып. Мына жерде тағы да мына екінші ряд, үшінші рядқа кетіп баратырмыз біз. Үшінші ряд. Мен екінші чулочный спицаны қосамын. Мына екеуінің стыковкасының арасы тығыз болу керек. Қатты тартамыз, себебі дырка болып қалмасын, тесік болып қалса әдемі болмай қалады. Бір шеттен байқап тұрыңыздар, неңіз шығып кетпесін. Спицаларыңыз шығып кетпесін. Үшінші ряд тоқып болдық. Так, енді мына көрдіңіз бе, убавкадан кейін 3 ряд тоқыдық. Енді қазір так, тағы да қысқартамыз. Осы рядта біз тағы да қысқарту жасаймыз. Әр лицевой, 2 лицевойдан 1 лицевой шығарамыз. 2-ден тоқып шығамыз. Мына екеуінің арасын қатты тартамыз. Так, мұнда біреу қалды. Оны мынаған ауыстырып жіберейік. Мынаған кигізе саламыз да. Ары қарай қысқарту жасаймыз. Ол біздің екінші этап. Убавканың екінші этапы. Байқаңыздар, спицаларыңыз ұшып кетпесін. Так, мына жерде 3 қалды, сол үшін мен біреусін былай тоқимды, қалған екеуін тоқып жүрмін. Енді бір ряд ешқандай өзгеріссіз бір тоқып аламын. Қысқарт болғаннан кейін бір ряд ешқандай өзгеріссіз бір ряд тоқып шығамыз.
бір рет до конца тоқып шығамыз да үшінші этапқа кірісеміз. Мына жерлерін қатты тартыңыздар, себебі дырка тесік болып қалуы мүмкін. Чулочный спицаңыз жаңағы основной тоқыған спицаңызбен бірдей болу керек размерлер. Так, енді мына жерде бізде 6 қалды. Үшінші этап қысқартуға кірісеміз. Точно солай сияқты екі-екіден қысқартып шығамыз. Міне менде спицада 7 петля қалды. Енді осыны соңғы рет бір рет тоқып шығамын. Содан кейін жібімізді кесеміз де макушкасын кіргіземіз. Макушкасын кіргізіп тағы көрсетемін. Міне соңғы 2 петля қалды. Міне. Жібімізді кесеміз. Так. Мында трикотажная игла деген болады. Мындай. Құлағы үлкен. Соған жібімізді кіргіземіз, сабақтаймыз. Міне. Мына басы үлкен, қалай кіргіземіз деп бәрі нетеді, соғанмен ұшымен кіргізіп бүктейміз де, саусағымызбен қатты қысып тұрамыз, жібереміз де, мынаған кіргізіп аламыз. Міне, кіргізіп алдық. Енді бізге мына макушканы айналдырып, петляларымызды инеге кіргізіп аламыз. Міне, кіргізіп алдық да. Спицамыз керек емес уже шығарып тастаймыз, қалған 4-еуіне өстіп кіргізіп аламыз. Болды. Мына жерімізді тартамыз қаттылап. Изнаночный, тура дәл ортасынан изнаночныйға кіргіземіз деп тартамыз. Мына жіпті көріп тұрсаңыз, бірнеше неден орналасып, бірнеше ворстардан шыққан, көрдіңіз бе? Бір ворсын аламыз да, мына жерден шығарамыз. Екіге бөлеміз да, мына жіпті ортасынан. Екіге бөлеміз де, біреусін шығарамыз. Соң кейін ортасынан мына жерден алып тігеміз. Тағы да бір айландырып шығамыз. Енді инені шығарамыз да, мына жерді қатты байлаймыз. Болды. Макушкамыз дайын, жіпті қырқамыз. Так, кончики бәрін тығамыз. Бізде мынандай әдемі, көрдіңіз, ровный, ешқандай тесік ештеңкесі жоқ. Ровный макушка шықты, көрдіңіз. Плавный переход. Мыналардың бәрі қазір ВТО жасаған кезде бәрі жоқ болып кетеді, оған уайымдамаңыздар. Міне мынандай шапка бізде дайын болды. Мына кончик тоже инемен, не болмаса крючокпен тығамыз. Былай кисеңіз болады, не болмаса мынандай натуральный мехтен помпон тіксеңіз болады. Мындай помпондар отдельно сатылады. Не болмаса өзіңіз жасап алсаңыз болады. Өстіп, лентаны ішіне кіргізесіз де, крючок арқылы. Соң мына фиксируйте, изнаночный жақтан байлайсыз, сонымен сіздің шапкаңыз дайын болады. Мастер-класс ұнады деген үміттемін.
Шапка тоқу өте оңай. Ұнаса лайк басып, подписка жасап жіберіңіздер. Сау болыңыздар, сіздерге үлкен рахмет.